деген үшін хейт кетті. Сіздер қазір сіздер бірінші болып тыңдайын деп тұрсыздар, сондықтан сіздерден қолдау күтемін. Сол кезде сен қандай сезімде болдың? Енді қалай десек те, Мерей сенің бұрынғы қызың. Сен үшін ауыр тиді ма бұл жағдай? Қайсысы туралы айтайын? Бірінші, жаңа Дамелямен Жарайды, олар әңгімені сен сөйтіп ақырындап алып келе жатырмын ғой. Оны ақырындап алып келмей ақ қойсаңшы, сразу айтсыншы, мен сізге. Да, қорқпай қойын ба? Мен просто ана интервьюді көрдім ғой, Мереймен интервьюді. Сол кезде мен по идее бағана айтты ғой, мен ешқайсысын былай түсіп көрмеген. Мереймен толықтай интервьюні көрген кезде деп айттың, потом. Мен толықтай деп айтқан жоқпын. Мен шын айтам, мен өтірік айтпаймын, шын айтамын сізге. Мен 1 сағат 15 секундта не болды десең? Жоқ, мен типа шынында. Жарайды, Алматы деген кезде қандай сезімде болдың? И сіз Мереймен интервью жасап жатқан кезде, мен по идее сізге ренжідім, ол қазір айтып Аха, не үшін? Неге, типа, жаңа өзіңіз байқадыңыз ғой, Мерей ол аңқаулау қыз да. Типа, кішкентай ғой енді. Кішкентай қыз. Саған алдап алып келдіңіз да. Мен алдап алып келдім, Жоқ енді, өтірік жоқ, конкретно солай болды. Жоқ, мен алдап келген жоқпын. Ол айтқысы келіп отырғанын сездім. Айтқысы келіп отырған жоқ, ол білмеймін, или айтқысы келіп отыр ма? Сен қайдан білесің оны айтқысы? Білмеймін, жоқ, мен білмеймін ғой. Мен біліп отырмын ғой. Сөйтіп, сын шығарып алдым. Мен сол кезде кішкене ренжідім, по идее. Типа, ренжіген жоқпын. Андай. Неге өйтіп жасады екен деп ойладым. Өйткені мен мысалға осы уақытқа дейін неге ол отношение туралы айтпаймын. Өйткені мен типа Тұрар мен Мерей сондай нәрсеге мен типа қарсымын да. Лучше адамдар мен творчеством туралы сөйлессін, сол сайын. Ал енді соның жаңағы мысалы сол нәрсе шықты, бүкіл менің қазіргі әңгімем барлық жерге барсам сол Мерей анау мынау деген сияқты әңгімелер. Мен просто ондай нәрсеге вообще қарсымын, типа мен даже инстапарочкаларға да қарсымын да. Егер шынында андай өтірік істейтін, шын істейтін прикольный контенттерді оған не жоқ, типа ол үшін әйтпесе маған сол нәрседен хайп келетін болса, мен жүріп бастағаннан бастап сөйтіп бастамаймын ба бәрін шығарып. Айтып па барлығы. Просто айтқым келмейді шынында. Не үшін ол типа айтады, неге сендер не істеп жүрсіңдер? Мен ешқашан еш жерінде айтпағанмын ол туралы. Ешқашан. Қазір сама собой придется айтуға, мен қазір айттым ғой сізге, любой нәрсені айтамын. Енді қазір той тұр, барлық құрсынларына маған ренішің басылды ма енді? Жоқ, нормально. Жоқ, просто сол моментте ойладым, не үшін өйтіп істеді екен деп. Он просто может тода ішінде внутри андай нәрсе бар шығар. Типа, может мен айтпай қоям деген ой бар шығар, бірақ айтып қойды ма? Бірақ ол айтқысы келгенін сездім, мен сол үшін айтты. Сен де айтқың келіп отырған сияқтысың, мен сенен сұраймын. Жоқ, айтқың келіп отырған сияқтысың, мен негізі айтқым келмейді ол нәрсені. Бірақ қазір по-любому мен бірақ андай жаңа мен немеспін ғой енді, мен кішкентай қыз емеспін, мен бүйтіп сұрақтан қашып өтпей ақ қояйын, сіз. Қандай сезімде болдың? Тікелей сұрадым. Иә, тікелей сұраңыз, мен тікелей жауап берейін. Қандай сезімде болдың? Сол Алматы деген шыққан кезде ма? Қатты хейт. Жалпы негізі Мерейге көп оған дейін де көп хейт болатын тұғым. Мен оны түсінбейтін тұғым. Мен просто оған дейін TikTokқа кірмейтін едім. Мен Инстаграмда біз жаңа сөйлесіп жүрген уақыттардың өзінде мен TikTokқа кірмейтін едім. Мен вообще түсінбеймін, не үшін екенін, типа необоснованный нәрсе ғой. Вообще необоснованный. Прикинь, ол да ең бірінші рет сахнаға шығып тұр. Қобалжу бар. И Алматы деп айқайлады да, и чё? Сен түсінген жоқсың бұл нәрсені. Иә, мен вообще, типа мен түсінбедім басынан, типа прикол ұстап жатыр ғой. Не үшін деп ойладым. Бір что-то қатты кетіп бара жатыр ше. Өзі TikTok сондай нәрсе, вот прям қатты кез адамдар отыра ма бір деген. Вот TikTokта мен TikTokқа ештеңе салғым да келмейді, если честно. Алып кетеді ары қарай дейсің ғой. Просто вот бағанағы мен сізге айтайын ба? Соның ішінде ер жігіттер де көп жазып жатқан, комментарий істеп жатқан, видео түсіріп жатқан еркектер. Бағана біз интервьюіміздің басында айттық қой әңгіме. Адамның өз сөзіне жыз айтты. Қазір де бар ма жаңағыдай жастардың арасында система анау мынау деген. Сол ең керек нәрсесі, оның бір-ақ пайдасы бар. Ол сенің өзіңнің сөзіңе ответ беріп үйретеді. Иә. Сен сөзіңе жауап беріп үйретесің. Ол жаңағыдай системаның бір ғана пайдасы бар. И солардың бәрін басына бүйтіп ұрып шыққым келеді. Тәңк түсіндіріп бар. Сол системаның несімен ше. Адам деген қыз балаға бірдеңе жазып, бірдеңе приколстардың алдында. Сен әр қызға осылай тұруға дайынсың, тек қана Мерейге ғана емес. Болмайды ол, нереальный нәрсе, не ол анау. Иә. Просто вообще необоснованный нәрсе ол. Түсінесіз, менде мнение сондай ол. Қолдадың ба Мерейге, айттың ба бәрі жақсы болады деп? Иә. Типа қолдадым деп айта алмаймын мен, бірақ айттым, түсіндіріп айттым, типа. Ол мен айтайын ба, Мерейдің негізі стержень мықты, өте, типа характер бар ішінде. Өйткені қанша уақыт бойы ол хейттарды бар, анау бар.
Менің өзім мысалы бір-екі маған жаман нәрсесі жынданып кетемін, по идее. Ол сабырлы, иә? Сабырлы, кәдімгідей бір, даже бір көп еркектерде кездеспейтін бір жақсы характер бар ішінде. Стержень бар. Ойындаймын ше, қақтасын, қайда номеріңді айтшы, қазір барам деп сөйтіп қуатыным ше. Қазір енді қойдың. Қойдым. Сені жіберем деген әнің шыққанда, сен Инстаграмға мен шығарған әрбір трек өмірден алынған, әрбірінің өзінің хикаясы бар деп айтқан болатынсың, өзінің тағдыры бар деп, және де сол нәрсені жазып, сен пост шығарған болатынсың. Бұл соңғы хат. Сен осы ән арқылы Мереймен қоштастың. Егер солай қысқаша айтылатын болса, иә. Біз оған дейін уже көп уақыт сөйлеспейтін, типа отношения андай болып кеткен уже. Болады, типа бір нүктесін қоя алмай. Сол әнді. Ол әнді шықпай тұрып, типа ол әнді жазып қойдым, сол жазып қойған кезде жібергем. Примерно. Сен жалпы тұрар, қандай қызды жар ретінде көресің болашақ? Қандай болу керек? Біздің қыздар қазір жақындайды экранға. Ешкімге талап қоя алмаймын, шын айтамын. Бірақ мысалы болады ғой, мынандай болса ғой деген өзің бір шыншыл болса, вот шын айтамын. Шынайы, иә? Шынайы болса, барлық эмоцияны, типа бірден мындай ертең кейін уақыт өте келе маскасын ашпай, сол уақытта бірден эмоциясын қорықпай білдіретін. Сосын осындай нандай жағдай болды. Қазір мен папам айттым ғой, жаңа ауырып жатыр. Мамам бар. Мысалға, мен папам мен мамам енді көп жылдар бойы бірге. Қазір папамның кейбір нәрселер істеуге мүмкіндігі жоқ та, енді өздігімен. Мамам қасынан 5 минутқа ажырамайды да. Хотя кішкентай кезімізде біз енді семьяда неше түрлі нәрселер болды, екеуінің арасында да бірдеңе ұрыс-керістер. Саяқ сызылып тұрады. Мен бірақ қана маманың махаббатына таң қалдым да, по идее, типа. Мен бүкіл әйелдер өйтіп істейді деп айта алмаймын. Көрем ғой, мен прям жылағым келді ана. Өйткені 5 минутта енді көкке көтеріп жүреді да, всегда ше, типа. Вот сондай әйел болса маған да. Мен как минимум мамам сияқты. Қандай тамаша. Әкеңді әрқашан көкке көтеріп жүреді. И сосын біздің үйде папаның абыройын асқақтатып жүрді. Любой, типа мен папам ішті кезінде да, оны жасыратын ештеңе жоқ қой. Бірақ шыдады, иә, бәріне. Көп нәрселер. Папаның жұмыс істемей қалған нәрселер кезеңдер болды. Сол кезде мама реально типа батыр ана ғой, мама типа официально мемлекеттің атынан атақ берілген батыр ана дегенде 8 бала. Енді 8 баланың анасы, иә. 8 бала. И ауыл 8. Иә, буквальном смысле батыр анада өткен. Сондай өмірде периодтар болды. Бір мұғалімнің ақшасымен мен қазір таң қаламын, қалай өмір сүргенбіз деймін деп. Папа жұмыс істемей қалды. Сондай қиын кезеңдер болды. Сол кездерде прям тащит етіп ше, өзінің несіне арқасына барлығымызды. И мен қатты риза боламын. И мен как минимум менің мамамды, типа менің анамнан сол кездерде прям тащит етіп ше, өзінің несіне арқасына барлығымызды. И мен қатты риза боламын. И мен как минимум менің мамамды, типа менің анамнан анамдай болса болды, мен үшін мен не істейтін. Сені ең бастысы сыйлайтын, иә? Құрметтейтін. Просто еркектің өмірі ақ пен қарадан тұрады. Барлығымыздың өмірін аласа ғой. Иә. Фортепиано сияқты. Бірде бар, бірде жоқ болып қалуы мүмкін, иә. Сол барына да, жоғына да шыдай білетін. Всегда поддерживать етеді. Өнерде болғанын қалайсың ба? Маңызды емес, өнерде болсын, болмасын, вообще маңызды емес. Бірақ, конечно, хочется, чтобы өнер түсінген адам болды. Ну, типа, вообще творчествоны түсінетін адам қалайсың. Мен сосын мен ойламаймын, что мен өмір бақи творчествомен заниматься етемін. Может, мен 40 жасқа келген кезде, может, маған ол нәрсе қызық емес болып қалатын шығар. Типа, білмеймін ғой. Қазір қызық ең бастысы. Қызық, иә. Ішімдегі алауым өшкенше ғой. Типа, ішімдегі соған деген қызығушылығым өшкенше. Сен де білесің бе, тұрар, мынандай бар сияқты, сен жаңа айттың ғой, 8 жыл бұрын жүрген қызыңмен болсын, Мерейді айтып жатсын, біздің арамызда мындай бір түсінбеушілік моменттер болды, суып кеткенде кездер болған шығар мүмкін, иә? Кімнің кесірінен деп ойлайсың осы? Не үшін жалпы толық айтайықшы осы проблеманы, жалпы неден болады ондай отношениялар, қарым-қатынастар? Не үшін адам бір-біріне суып кетеді? Неге олар басында міне махаббат жалыны өршіп тұрады да, ал ертең мысалы аралары
басталады, содан кейін ал болды айырылысайық деп шешеді. Жоқ, просто қыз бен жігіттің арасындағы былай қосылу, айырылысу болған это нормально ғой. Иә. Типа ол табиғи заңдылық. Ал түбінде айырылысып кету ше. Типа просто үйленгеннен кейін айырылысуға болмайды да, ажырасуға. Үйлен шаг жасап қойдың ба, сол шаг жасап қойдың ба? Құдайдың алдында да, адамның алдында да аманат қылып алдың ба ол кісіні? Енді будьте добры екеуің де. Сендер бір күшті бір жол бастадыңдар. Ешкім сендерді қинаған жоқ. Сен қаладың, мен қаладым. Не істедің? Енді 150 емес 1000%-ке старайтесь осы нәрсені жоғалтылмауға. Біреуін уступка беріңдер, біреуін істеңдер. Мен типа ал қыз бен жігіттің арасындағы типа айырылысу қосылу это нормально. Ол жаңағыдай типа болып тұрады ондай нәрсе ше. Типа маған дейін келіп үйленіп кетпегенше хотя определяться еткен ол өзі күшті нәрсе. Он типа шүкір то, что вы определились. Қазір просто байқаңдар өте көп инстаграмда бірдеңінде өте көп моменттер ашин қылып жіберді да почему-то семья деген нәрсені. Прям жылағың келеді шынында. Иә, дұрыс айтасың. Өте қатты ашин қылып жіберді. Ну типа жай нәрсе болып қалды. Қаласа үйленеді, қаласа ажырасып кетеді. Иә. Сосын болды, біз уже ажырасып кеттік дей салады. Арада балалар жылап қалады, иә. Иә, ертең ол болды уже баланың өміріне. Ол кәдімгідей травма ғой ол. Ол бала, ол бітті. Өмір бақи. Қаласаң, мен саған ұсыныс жасап жатырмын. Менің болашақ типа жарым боласың мен. Осындай жағдай. Бұл бәрін ашып көрсету керек. Просто біз басында ғой өзімізді байғып көрсетеміз, либо там типа мажып өзімізді жақсы қылып көрсетеміз. Ойбай бірдеңе, мен мынандаймын дейсің да. Уақыт өтіп келеді. Анау да өзін бүйтіп, осыны мен де күштімін деп азында күнде тамақ істеп жүреді, неше бірдеңе істеп жүреді. Сөйтеді да сосын бір жыл өтіп кетеді, бір екі ай өтіп кетеді, Москваға шешіп қояды. Оказывается, ты не такой принц деп ойлайды анау. Анау да ойлайды, сен де далеко принцесса емессің ғой деп ойлайды. Да мысалы, и бітті сен. Оған дейінгі сендердің барлығы осы уақытқа дейін бір-бірлеріңе өтірік сезімдеп кетқандарың бәрі мишура ғой по идее, әшейін. Мереймен қарым-қатынаста осындай нәрселер айтылды ма? Осындай. Міне әке-шешемен таныстыру болды ма? Ну, типа, айтты ғой өзі Мерей, мамасы қарсы болды. Мамасы қарсы болды Мерейдің, иә? Мамасы қарсы болды. Типа, мен айттым, давай сөйлесейік, короче. Мамаңмен барып сөйлесейік деп? Иә, мамаңмен барып сөйлесейік. Мен ағасымен де кездескем, мамасымен, папасымен де кездескем. Сен сөйлесіп көрдің ба? Типа, нормально. Ол Мерейдің папасы өте күшті кісі. Мамасы да жақсы кісі. Вот прям өте күшті кісі. По идее, шын айтамын. Жақсы кісілер. Енді сен жарайсың, Мереймен айырылысып кетсеңдер де, сен оны өз концертіңе шақырдың. Иә? Қалай келді жалпы ол шешім? Мен сөйлесіп тұрамын, типа, мен Мерейге айтқам, егер де менің тарапынан бір көмек керек болатын болса, всегда дайымын. Біз оған дейін де отношениялардың басында, типа, біз енді кейде сөйлеспей қаламыз, сол кездерде айтатын, типа, если там, типа, ойламай. Просто не қалай айтсам болады. Айтым, всегда дайым. Ол да маған көмектесуге дайын. Біз нормально. Айырылысып кетсеңдер достық қарым-қатынас қалды араларыңда. Достық демей ақ қояйықшы, қыз бен жігіттің арасында достыққа сенбеймін. Бірақ енді ұшқын сезім болмай ма бір-бірлерін көрген кезде? Болады шығар енді, типа, махаббат демей ақ қояйық. Сенде бәрі өшті ма? Қалай айтса болады, ну типа, мен қазір типа, если бірдеңе ештеңе чувствовать етпеймін десем, көрген кезде өтірік болады. Бірақ, ну типа, я определился. Ішінде мен шешім қабылдап қойдым. Осы менің немінен, мысалы біз бір сағаттай сөйлесіп отырмыз сізбен. Егер түсінсеңіз, мен көбінесе сөзімнің құндылығына мән беремін. Сөзімнің качествосына. Просто ашын айтқым келмейді да сөзім. Мен ішімде определяться еттім өзім. Мен оған да айтқам. Екеуміз, ну типа, нормально. Ну типа, жақсы отношениямыз. Просто мен қалай айтсам болады. Ана бір әңгімеден шаршап кеттім шынында ше. Бірдеңе, анау, қайыр жерге барсам да. Да, болды, бітті. Туған күніне де өзін сені шақырды, ән шырқады. Иә. Жоқ, мысалға, сол туған күнде мысалға былай ойладым. Бармайым деп ойладым. Шақырды ғой ол мен. Мен бармайым. Шок болдың ба? Жоқ, несі шок болдым. Мен айтып отырмын, нормально сөйлесіп, ну типа, это нормально. Ол шақырды, вот осындай жасайын деп жатырмын. Сосын хорошо дедім да, сосын мен бармайым деп ойладым. Сосын ішімде ойладым, неғып бармайым деп ойлап отырсың. Бірақ барғым келіп тұр. Ну типа, ол мен үшін жақын адам ғой. Ну типа, близкий адам. Құттықтағың келеді. Бірақ бармайым деп отқан шешім, бірақ қазір барсам тағы видеоға түсіреді, тағы бүйтеді, тағы не істейді, тағы шулап. Сосын ойладым, нифига себе, мен содан қорқып, енді сол өзім мнением жоқ па. Тығылып жүремін ба деп. Тығылып жүремін ба? Мен барам. Ну типа, құттықтаймын, болды, кеттім. Ән шырқадың, бардың. Иә, бардым, типа, өлең айтып кеттім, и все.
Ал егерде мерейде жігіт қыз пайда болса, қызғаныш сезім пайда бола ма? Бәрібір. Бәрібір емес, енді пайда болады шығар, мен білмеймін. Бірақ мен, типа, нормально. Болды. Жібердім деп айта аласың. Лайым, жақсы, күшті адам кездескен. Вот соған қуанар едім. Егер жақсы адам кездессе, өйткені шынында жақсы адамға лайықты қыз. Өте күшті қыз. Шын айтам. Қандай күшті сөздер негізінде? Жігіттің осылай айтса, бывший жігіттің осылай сөйлесе. Қазір Тұрардың басы бос, иә? Иә. Шынымен де. Иә, шынымен де. Сөйлесіп, басым бәрі бос. общение істеп жүрген. Мен сөйлесе беремін, по идее. Если былай. Мен бір видеоны көріп қалдым ТикТокта. Сен бір қызы құшақтап. Ол подругам ғой. Подругам, вот прям мына жерде сіздердің коллегаларыңыз да біледі. Ол мен кәдімгі дос қызым. Кәдімгі досың сен. Досым болғанда енді. Короче, мен айттым ғой, достықта болмайды деп айттым ғой. Енді, может быть, мен, типа, жасырмай, может, ол мен ұнатады шығар. Типа, бірақ біз екеуміз көп жұмыс істейміз, андай не істейміз. Мен былай айтып отырмын, типа. Мен оған сен ұнатпайсың. Иә, мен бірақ оған, мен типа, ол да жақын адам, менде бірақ андай қызға деген отношение жоқ ондай. Ну, типа, дос ретінде. Иә. Бірақ та қызбен жігіттің арасында достық қарым-қатынас болмайды. Енді мен сізге не үшін айттым қызбен жігіттің арасында достық қатынас болмайды, неге? Өйткені почему-то всегда біреуінде чувство сезім пайда болады. Иә, мен қазір ашық айтыламын, если сол досымды алатын болсақ, оның тарапынан бар, мен конкретно айтайын. Мен білемін, ол да білет, мен де білемін, ол нормально. Но бірақ, типа, мы дружим при этом. Сол қарым-қатынас бұзыларың келмейді. Иә, бірақ туған күнде ол да тоже біз балдармен, өзіміздің дофига достарымызбен бардық. Это все просто. Любой видео, мысалы, ол просто мынандай ғой, астына музыка қойғанда, мен бүйтіп ұстап тұрып, өлең айтып беріп тұрмаған ше. Ана видеода. Көрсеңізші. Может, көрмеген шығарсың? Жоқ, көрдім. Просто айтып тұрған жоқ, сен кәдімгідей. Иә, жоқ. Енді жоқ, ол жерде өлең айтып тұрған видео жоқ, ол жерде анау, типа, мынаяқта түсіргенде и медлить етіп жүргенде, замедленный қылып, и артына. Я был қазір мен қарашы, сіз ар жақ қарап тұрыңыз, мен қарап тұрайын. Бүйтіп қарап қалайықшы бір-бірімізге. И соны медлить етіп жіберсінші. Давайте осы жерден түсіріп алыңыздар, кеттік раз. И мен де хайповать етіп айтып. Сен қарасыншы ма влюбленный глазами? Қазір. Раз, два, три. Сіздікі влюбленный емес қой вообще. Сен не маған қарап күліп жатсың менен ма? Мысалы мен бүйтіп қолыңыздың астына. Бүйтіп ұстайын да. Қазір ше. Осы жерден бір медлить етіп музыка қосып жіберсе, оның Стасадан түсіріп жатыр, давай. Соның өзін, короче, андай қылып жібереді. Ма деп. Шын айтам. И музыку. Я образ деген өлең қосып қоясың. Болды. Вот сот. Болды. Рекше жүреміз. Сот, мен вообще түсінбеймін. Типа, сондай нәрсе ғой кәдімгі. Мен ойлап қаптым сен қызың пайда болды деп. Жоқ, ешқандай. Дайынсың ба жалпы отношенияларға? Жаңа? Қазір кішкене уақыт жоқ, типа, бірақ мен қорықпаймын отношенияден. Типа, дайым, любой. Ал енді осы жолы қарым-қатынасыңды көрерменге көрсетпейсің ба? Жалпы мен вообще көрсетпеймін. Оны не істеймін оған көрсетпеймін. Болашақта да ашық ниетті. Қарым-қатынасым ғой. Тұрар, сен кешу тобындағы ләззат сізге ұнай ма деген сұраққа мен әлі бойдақпын ғой. Кешудағы қызды алуым үшін как минимум бір үйленіп ажырасу керек деп жауап берген болатынсың. Кешудің қыздары ренжіген жоқ па саған? Білмеймін, мен кешудің қыздарын танымаймын бірінші. Просто юмор деген нәрсе бар ғой, әзіл. Әзіл да ол. Олар ренжіп қалады деп ойлаған жоқсыз ба? Жоқ, ренжімейді шығар. Если в мою сторону сондай бір әзіл болатын болса, адамда не болу керек қой жаңағыдай. Не деп айтады? Мен де мерейден сол үшін шутка қылып сұрадым ғой, сен сол үшін әзіл қылып түсесің болды. Сен маған ренжіп қалдың. Жоқ, ренжіген жоқпын мен сізге, мен сізге айтамын. Мен просто ойладым. Видите, мен ренжіп сол сізге әлі айтып отырмын. Артыңыздан әңгіме айтқан жоқпын, мен келдім өзіңізге айтып отырмын. Дұрыс. Расына-рас шығып жатырмыз, иә? Жоқ, просто типа жүрегімде қалып қоймасын да. Қалып қоймасын, дұрыс. Айтып отырмын. Сонымен қыздар саған ренішін білдірген жоқ. Білдірген жоқ, нормально, ну типа, это же нормально, прикольно же, шынында ғой енді. Кешудің қыздар почему-то бір рет үйленіп ажырасқан қалаларға шығады ғой, күйеуге. Почему-то сондай ғой. И мен соны айттым да, просто мен әлі үйленген жоқпын ғой деп, бір үйленіп ажырасайын сосын кешудің қыздар. Ну это же әзіл ғой, юмор ғой. Прикольно же. Енді кешудің қыздары ренжімесін, но типа егер көріп тұрса. Әзіл ретінде түсінді. Иә, өте күшті қыздар шығар. Білмеймін, таныс емеспін лично. Өте күшті қыздар деп ойлаймын. И әзіл деп қабылдайды деп ойлаймын. Саған дайректке махаббат хикаяларын жіберетін адамдар өте көп. Соның арасында есіңде қалғаны бар ма? Бар. Қайсысы айтып берші? Сонда олар өздерінің өмірінен алынғаншысы де саған? Просто видите, мен ертегі еместі шығарған кезде, сен сүйгенде соқыр болдым, неліктен деген шығарған кезде, мен ойламадым, что
бұл менің өзімнің грустім деп ойладым. Мен ондай адамдар көп деп ойламадым. Оказывается, өте көп екен ондай адамдар, өте көп. Типа кезінде бір өздерінің қыздары болған, ол күйеуге шығып кеткен, ол біреу екеуінің типа жаңа өтірік принциптарымен үйленіп кеткен, не істеп кеткен. Бірақ өздерінің екеуінде өздерінің семьясы бар, бірақ қиналады да ішінен. Алланы ойлайды. Ең жаман нәрсе сол ғой, по идее. Иә. Ең жаман. Жаңа измена деп атады ғой. По идее, 1 сағаттық измена ничего, если 1 сағатта ұмытып кететін болса, негізінде ол қатты қорқынышты нәрсе емес. А сенің қасыңдағы адам түнде жатқан кезде басқа біреу туралы ойлап жататын болса, изменаның ең көкесі сол да. Оны қайдан біле аламыз біз? Басқа адам туралы ойлап жатқанын. Енді білмейсіз ғой енді сіз оны. Просто мен айтып жатырмын да. Негізі типа вдруг потом біліп аласыз. Сол кезде. Жаңа айтасың 1 сағаттық измена ол ештеңе емес. Яғни ананың қасында ештеңе. Ананың қасында. Бірақ ол да измена, физикалық қарым-қатынас. Типа ананың қасында это фигня, егер сіздің жаныңызда. И сондай нәрселер жазады. И ананы оқисың да шок қыласың кәдімгідей. Ана неше түрлі. Почему-то маған адамдар сондай историяларын жазады. Мен махаббат туралы әндер жазамын ғой. Сіз махаббат туралы историяларын жібереді адамдар. И кәдімгідей таңғаласың. Мә, қалай қиын, ну типа грусттардың ішіндегі тыңдаған кезде. Қайсысы болды есіңде қалған? Бір жігіт жазды. Прям тазасын айтып жазды. Осындай бір органда істеймін. Ештеңе шығармай қой, мен саған айтқым келіп тұр, ризашылығымды. Типа қазір менің 2 балам бар. Бірақ осындай бұрын менде осындай отношение болған. И 10 жыл болды дейді, әлісіп кеткенімізге. Мен как мақтанып тұрған жоқпын, типа әр күн сайын, когда мне грустно, мен семьям бар, мен ананы әлі ойлаймын дейді. Олың уже семья құрып кеткен дейді. Бә, өкіндім ғой, дәл сондай болған, ол бірінші күйеуге шығып кеткен, маған ерегісіп күйеуге шығып кеткен дейді ол. Сосын мен шықтым дейді. Мен үйлендім. И вот эту грусть не отпускала дейді, іштегі. Грусть жібермейді дейді. Всегда жіберді. Бірақ сен үйленіп тыңдадың, мен еркекпін дейді, органда дейді, 30-дан ма, 34-тен ма сондай жас. И жіберді дейді, үйленген кейін кәдімгі жіберді, прям ризашылығымды айтайын. Еще айтып қояды, брат, не Каспин жазып жүрші, мен саған бір рахметімді айтып жіберейінші, короче, анауынан. И ол жерде көп әңгімелер бар. Мен қазір мына жерде оны ұзақ қылып айтпай қойын, иә. Бірақ соны естіген кезде сол кезде мен түсіндім, что мен не зря музыкамен айналыстым. Егер де мен шынында сөйтіп көмектессең, ішкі жараны кішкене болса да көмектессе кайф. Бірақ көп келді, иә, хикаялар. Неше түрлі хикаялар келді. Неше қыздардан. Болған шығарсың өзің. Кейде больно, прям қатты больно. Өте қатты историялар келді.